аяқ астынан түнде жатып еді, таңертең тұрмай қапты деген аурулар көбейді. Ай, бәленшеге не бопты десе, жаман ауру болып қапты дейді. Ай, түгенше не бопты, кеше ғана аман жүреді ғой десе, давлениемен кетіп қапты дейді. Сөйтсек, бәріміз бір напряженкада өмір сүріп жатыр екенбіз ғой. Аяқ астынан стресстен жаман ауру пайда болып кетеді. Аяқ астынан естіген бір суық хабардан, немесе бір-бірімізді кешірмеген өкпеден, анау анаған барып тіл табысайын десе өкпелеп жүр, анау теріс қарап жүр. Осы стресстер, немесе баласына сенейін десе, баласы бір нәрсе білдіріп қойған, қызына сенейін десе көңілі толмайды. Соменен әке-шешелердің өзде бір Құдай-ай, бұл не болар екен деген бір уайымдарда жүргендіктен ауру да көбейіп кеткен екен. Оған жақында дәлел, мына Шымкент қаласында біздің бір ағайын жездеміз бар еді. Сол жездеміз аяқ астынан көзіне бір ауру шығып, бір көзі көрмей қалды. Сонымен бәріміз қиналып қалдық енді, апырай, не болар екен деп. Сөйткенде екінші көзіне ауру шауып кетіп, екінші көзі әлсіреп, табан жолын көрмей, ақыр соңында екінші көзі де көріп қалды ғой. Енді сап-сау бизнес жасап, базарға барып, айғайшы болып, талай тірлікті тындырып жүрген көкеміз аяқ астынан зағип болып, екі көзі көрмей қалды. Содан енді бәріміз көңілін сұраймыз, көңілін аулаймыз. Ол кісі де қызығады, со баяғы барған жеріне барғысы келеді, жүрген жеріне жүргісі келеді, баяғы тірлігін қарағысы келеді, бірақ көз құрғыр ештеңкені көрсетпей отыр. Сонымен бұл кісі намазына жығылып, Құдайына бұрылып, енді боса да көзден кетті, сөйтсе бір имам кеп айтып тұрған. Көке депті, сабыр қылу керек екен депті. Сонымен енді сабыр қылмағанда не істеймін шырағым, жарайды енді Құдай салды, мен көндім деп, жаңағы екі көзі көрмей қалса да сабыр қылып жатқан ғой үйінде. Сөйтсе 2 айдан кейін давлениесі жазылып кетті жаңағы. Өмір бақи давление ішпеген несі жоқ. Және сахармен ауырады екен. Сол сахардың себебінен ұмытшақ бола бастаған. Қанша қиындықтар көрген ғой. 1 жыл 2 көзіне сабыр қылып жатқаннан кейін бұл кісінің сахары жазылып кетеді ғой. Тап-таза. Врачтар таң қалады. Нем жасадыңыз? Түгем жасағам жоқ. Сол енді Құдай салды, мен көндім деп, үйде жатырым деп. Сөйтсе бір денесінде қышыма пайда болған екен біраз уақыттан бері. 1,5 жыл дегенде сабыр қылып жатқаннан кейін жаңа қышымасы кетіп қалады ғой ана. Бұрын молдалар сабыр деп айтқан кезде мән бермейтін ек. Сабыр деген үлкен дүние екен ғой. Мен шын сабыр қылып ем, бірінші давлением кетті. Шын сабыр қылып ем, біраздан кейін сахарым жазылып кетті. Шын сабыр қылып ем, біраздан кейін қышымам жазылып кетті. Сөйтсек, бүкіл ауруды қоздыратын өзіміздің мазасыздығымыз, пәндәуи уайымдарымыз екен ғой. Анамен тартысады екенбіз, анамен жұлысады екенбіз. Көзін көріп отқасын бір нәрсеге қызығады екесің, көзін көріп отқасын бір нәрсені қалайды екесің, сөйтеді екесің де шүкіршілік жоқ, тәубе жоқ, әр нәрсеге ашуланып, әр нәрсеге арпылдап жүріп, ит өмір ауру қып, ең соңында өз алып кетеді екен ғой дейді. Құдай мені жарылқады, 2 көзімді алғанмен денсаулығымды қайтарып берді. Қалған денсаулығым аттай қазір дейді. Енді қазір қарап отырсам, бәленшемен ұрысып қалдым, содан кешірім сұрағым келіп отыр. Түгем бір нағашым бар еді, араласпай кеткен. Балаларға айтып отырмын, соған апарыңдар шей. Бір тайдың ақшасын қалтама салып барып, нағашымның көңілін табайын деп отырмын дейді. Сөйтсем, ана қутыршылықпен жүргенде маған нағашы да керек болмапты, жиен де керек болмапты. Әйтеуір күнделікті ішсем, жесем, таң атат, күн батат, таң атат, күн батат, жүре берген екенбіз дейді. Содан жаңағы жездеміздің әңгімесін естіп, ойланып, жан-жағыма қарасам, шынында көпшілігіміз біз үшін қымбатты болған адамдарымызды алыстап қалып жатыр екенбіз. Біз үшін қымбатты болған қасымыздағы жарымыздың жүрегін демалдырмай, күйеуіміздің бір ауыз сөзін жерге тастап, бір-бірімізді қинап жүргенімізді байқамайды екенбіз. Сондықтан қазақ айтады, дүние қарап тұрсаң шолақ екен, адамзат бір-біріне қонақ екен. Жігіттер қолдан келсе сыйласып өт, қызығы бұл өмірдің солақ екен.